Арқардың киесі. Қолына үлкен дүрбі ұстап, жан-жақты шолып отырған балаң жігіттің дауысы кенеттен оқыс шықты. Көке, ананы қараңыз, арқар! Қыр басында жамбастай жатқан қарт аңшы мойын бұрып, бала нұсқаған тұсқа көз тікті. Ой, жарықтық кетіп барады екен-ау, деп күбіретті. Жұлдыздай ағуын қараш, енді діттеген жеріне жеткенше тоқтамайды бұл. Көке, бұл арқар құм арасында қайдан жүр? Тұзға барат, деді аңшы бойын тіктей жайғасып отырып. Ертеректе Қаратау арқарлары құмның жиегіне дейін жайылып келуші еді. Шөлді аймақтарда өсетін күйреуік, баялыш секілді ащы шөптерді жеп сортаң жерлерге жайылады. Сексеуілдің басында шалады. Құм арасында тұзды тақырларда кездесіп тұрады, содан барып тұз жалайды. Біраз ашшылап құмары қанған соң тауға қайтады. Қазіргі уақытта арқардың тұқымы азайып кетті. Құмға да келмейтін болды. Мынау жалғыз жүрген арқар үйірдің құлжасы. Осы қарқынмен тұзға жетіп бусанған денесімен тұзды тақырға әбден аунайды. Тершіп қызып тұрған теріге тұз ұлпалар жабысып сіңіп қалады. Сол кезде құлжада кері үйіріне қайтады. Қайтар жолында жай жүреді. Өйткені еті қызып тер шықса үстіндегі тұзы ағып кетеді. Бұл құлжа қалайда тұзды үйіріне жеткізуге тырысады. Аман есен жетсе, үйірі құлжаның үстін жабыла жалап қажеттілігін өтейді. Көке, құлжаның қайтар жолын аңдып, атып алсақ қалай болады? Жоқ, балам, болмайды. Көрінген аңды ата беру аңшылыққа жатпайды. Аңшының да, аңның да өз серті бар. Мен бұл құлжаны өз мекенінде қияшыңда аңдып тұрып аунатып түсірмесем маған сын. Қазір атпаймыз. Бұл құлжа үйірі үшін басын тәуекелге тігіп жазыққа шығып келді. Киесіне ұрынуымыз мүмкін. Қазақта аңды қашырып ат, құсты ұшырып ат деген аталы сөз бар. Бізде құлжаның тауға жетуіне мүмкіндік берейік. Тіршілікте адамнан өзгенің бәрі сол өміріне риза сияқты көрінгенімен, олардың да өзіне тән қиыншылықтары болады. Мына құлжаның жағдайы соның дәлелі. Алдыңда тұрған аң болса да обал сауапты ұмытпай, әр ісіңді сабырмен салмақтағаның дұрыс. Тұзақ құрғанның бәрі аңшы емес. Аңшылық кез келгеннің қолынан келе бермейтін киелі кәсіп, үлкен мәртебе. Соған лайықты адамды ғана халық аңшы атаған. Көке, кие деген не нәрсе сонда? Алдымызға келіп тұрған аңды атқызбайтындай бұл сөзде қандай сыр жатыр? Сіздей айтулы аңшының өзі аяқ тартатын ол өзі қандай ұғым? Қарт аңшы сұрақ қойғыш елгезек балаға емірене қарап қойды. Білгенің бір төбе, білмегенің мың төбе-ау балам, деді ішінен. Енді өзі де әңгіме айтуға ыңғай білдіріп, жеңіл бір жөткірініп алды. Ертеректе, деп әңгімесін бастады аңшы. Осы сен құралпы бозбала шағым еді. Сонау алыстан мұнартқан Мыңжылқы тауына аңға шығып жүрдім. Көктемнің күні жылт етіп, таудың күнес беттері көктей бастаған. Сәуір айының басында әлі де жетіле қоймаған тырбық көкке арқарлар кенеше жабысатын уақыт. Осы кезеңді Қаратау аңшылары тоңқайма деп атайды. Өкпе желге сыртын бере айналып, көк кемірген арқарлар жерден басын алмай жайыла береді, тіпті жанына жақын барғанша аңғармайды ғой жарықтықтар. Біз үшін арқар атуға ең бір қолайлы уақыт осы. Осындайда аң аулаудың қызығына түсіп апталап тауға түнейтінмін. Бір күні кешкі құрым уақытта тау жотасының биік тұсынан ыңғайлы бір орын тауып жайғаса бастадым. Осы тұстан айнала айқын көрінеді. Ойым осында түнеп таң бозынан жайылымға шығатын арқарларды аңду. Аңшылық кәсіпке де төселіп қалған шағым. Тау тыныштығын бұзбай, сылдырама тастардың сықырын шығармай аяғымды аңдап басып жүрмін. Әлі күннің батуына арқан бойы бар. Жаймен қимылдап, кешкі асымда қамдауға кірістім. Осы сәтте төменгі жақтан сылдыраған тастың дыбысы естілді. Аңшыға бұйыртса қасқағымда ғой. Тастың сылдыры тұяқты аңнан шығады. Арқар болар деп, дереу иығымдағы мылтыққа жармастым. Ойым алдамапты. Төмендегі тоғайдан өрлей жайылып келе жатқан арқардың құлжасы екен.
Енді менде аңның алдын орағытуға ыңғайланып осы тұстан өтеді-ау деп топшылаған межеге жеттім. Аяғымда етіктің басына киілетін киіз табан шәрки, киіз табан тасқа жұмсақ тиетіндіктен жүрісімнің тықыр-сықырын білдірмейді. Енді елусіздеу қалтарысқа бұрылып тікесінен тік тұрған қақпа тасқа жабысып тұра қалдым. Арқарды айналып мен тұрған қақпа тасқа жақындай берді. Тіпті таяқ тастам жерге дейін келіп, тырбық көкті бырт-бырт үзген дауысына дейін естіліп тұр. Бұдан әрі ойланып тұрмадым. Қара мылтығымның шүріппесін қайырып, қанды басың бері тарт деп нысанаға ала бергенде, алдымдағы арқар ақсақалды шалға айналып шыға келді. Жастығымнан ба, бірінші көрінгенде аса мән бермей мылтығымды түсіріп барлай қарадым. Кәдімгі арқар, төрт аяғы ақ бақай, тұмсығының айналасы түгел ағарып, ағауыз болған. Басындағы мүйізі түсіп түбінің тұқылы ғана қалған кәдімгі шірікбас кәрі құлжа. Бірақ, елес екен ғой деп, қарауылға қайта алғарымда алдымда ақсақалды шал тұрды. Мылтықты түсірсем арқар, нысанаға алсам ақсақалды шалға айналады. Сонда барып, аңның киелісі деген ұғым санамды жаулай бастады. Не қорыққанымды да білмеймін, жүгіріп те қашпадым. Жаймен артқа бұрылып таудан төмен түсе бастадым. Артыма бұрылып қарамадым. Бірақ ту сыртымнан тесірие қараған екі көзді анық сезіп келем. Адамның желкесінде үшінші көзі болады дейтін сөзі рас екенін сонда түсіндім. Тау басында қалған қоржыныма, арқа суда тұсаулы қалған атыма да қарамай жаяулап ауылға тарттым. Алдымнан елден бұрын тұратын атам шықты. Боп-боз болған түрімнен ақ, бір гәптің болған сезген атам келе таңдайымды басты. Бісміллә деп айтқызбақ болғанда тілімді калимаға келтіре алмадым. Тілім байланған екен. Көпті көрген атам Қарамолдаға ертіп апарып 3 күн дем салдырды. Сондағы алғаш айтқан сөзім ақшал болды. Арқардың киелісіне жолыққансың деп түсіндірді Қарамолда. Содан бері де талай жылдар өтті. Ақшалдың арқасында киеліні сезініп, аңшылық кәсіпке ат үсті қарамайтын болдым. Иттің иесі болса, бөрінің тәңірісі бар дейді қазақ. Өліде әруақ, малда кие бар деп атайды. Бүгінгі біздің көрген құлжаның да киел екенін сездім. Себебі тау шатқалына манау жазық далаға басын тәуекелге тігіп тегін арқар шықпайды. Қорғаушысы оққағар бар киесіне сеніп шығады. Киелі аң өзін осылай ерекшелеп көзге көрсетіп тұрады. Оны аңғармаған аңғал аңшыға да обал жоқ. Мен көзіне көрінгенді талғамайда, таңдамайда ата беретін бір аңшыны білем. Кейін сол мергеннің екі көзі су қараңғы боп қалды. Жапшас жігіт жанарынан айрылды. Солай балам, соңыма еріп, аңшылықты кәсіп етем десең, сан қырлы тәсілдерді меңгеріп, табиғаттың тылсым күштерінде түсіне білуің керек. Айдар Төкенов, оқыған Қуат Ахметжанов.